Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер. Бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы таауз және тасмия. Таауз дегеніміз не? Таауз дегеніміз аузу биллахи минаш шайтанир ражим деген. Яғни Құран оқудың алдында аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айту мұстахаб амалға жатады. Тасмия деген не? Тасмия дегеніміз бисмиллахир рахманир рахим деген кәлима. Яғни Құран оқудың алдында бисмиллахир рахманир рахим деп айту сүннет амалға жатады. Бисмиллах сөзінің ең соңындағы ар-рахимнің мимін мына сүрелердің басындағы әріптерге қосып оқуға болады. Бірінші, Фатиха сүресінің басына қосып оқуға болады. Бисмиллахир рахманир рахимил хамду деп мына ар-рахим сөзіндегі соңғы мим әрібімен мынау Фатиха сүресінің басындағы сүкінді ләмді қосып оқуға болады екен. Ан'ам сүресі, Каф сүресі, Анбия сүресі және Саба сүрелерінің бастары Алхамду деп басталады. Яғни Фатихадағы сияқты Бисмиллахир рахманир рахимил хамду деп мынау ләмді мимге қосып оқиды екенбіз. Анбия сүресі мен Қамар сүресінің басталуы иқтараба деп басталады. Яғни Бисмиллахир рахманир рахим иқтараба линнаси деп оқылады. Яғни мына жерде қафты мим әрібімен қосып оқимыз. Екінші, Қамар сүресінде де осылай оқылады. Бисмиллахир рахманир рахим иқтараба ас-са'a деп оқылады. Ар-Рахман сүресінде де Бисмиллахир рахманир рахимдегі соңғы ар-рахимнің мимі ар-рахманға, яғни ра әрбіне қосылып оқылады. Бисмиллахир рахманир рахимир рахман деп оқылады. 9. Ал-Хаққа сүресінде де осылай оқылады. Бисмиллахир рахманир рахимил хаққа деп оқимыз. Алақ сүресінің басында бұлай оқылады. Бисмиллахир рахманир рахим иқра. Ал-Қариа, яғни Қариа сүресінің басында бұлай оқылады. Бисмиллахир рахманир рахимил Қариа. Бисмиллах сөзінің ең соңындағы ар-рахимнің мимін мына сүрелердің басында уақф етіп, яғни тоқтап, сүкінмен оқылады. Бірінші, Мұхаммад сүресі, екінші, Қиямат сүресі, үшінші, Мутаффифин сүресі, төртінші, Абаса сүресі, бесінші, Бәләт сүресі, алтыншы, Ләм Якун, яғни Бәйина сүресі, жетінші, Такасур сүресі, сегізінші, Хумаза сүресі, тоғызыншы, Мәсәд сүресі. Осы 9 сүренің басында Бисмиллахир рахманир рахимнің, яғни ар-рахим сөзінің мим әрібін әрқашан сүкінмен, яғни уақф етіп оқимыз. Құрметті көрермендер, бүгін міне тәжвид сабағының мәресіне келіп жеттік. Алла тағала баршамызға өзінің кәләмі Құр'ан-ы Кәрімді тәжвидімен, қағидасымен, ережесімен оқуды баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.